Баршаңызға сәлем достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін мен сіздермен пирожки с капустой рецептімен бөлісетін боламын. Осы видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керек ингредиенттерді айтып өтейін: сүт, ұн, жұмыртқа, қант, ашытқы, сұйық май, сары май, тұз, қырыққабат, сәбіз және пияз. Ашытқы ашытып аламыз. Оған жылы сүтке қант, ашытқы салып, жақсылап араластырып, 10 минутқа қоя тұрамыз. Ашытқымыз ашыды. Енді жұмыртқа, тұз, сары май салып, жақсылап араластырып, ұн салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз бетін пищевой пленкамен орамалмен жауып, 1 сағатқа бір көтерілгенше қоямыз. Енді көкөністерімізді тураймыз. Пиязымызды алып, 4 піштілеп уақытап турап шығамыз. Үкіштен сәбізімізді өткіземіз. Қырыққабатымызды жіңішкелеп турап шығамыз. Көкөністерімізді қуырамыз. Оған табамызды жақсылап қыздырып, сұйық майымызды құйып, жаңағы пияз бен сәбізімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Сәбізіміздің пиязымыз осындай болып қуырып шықты. Қырыққабатымызды салып, тұз бұрышын сеуіп, жақсылап араластырып аламыз. Табамыздың бетін жауып, отын азайтып, бұқтырамыз. Қамырымыз осындай болып көтеріліп шықты. Қамырымызды елеп нан тақтайға 5 сантиметрден бөлшектерге бөліп, дөңгелектеп аламыз. Бөлшектерге бөлінген қамырымызды оқтауымызбен жайып, көкөністеріміз осындай болып қуырып шықты. Енді жаңа жайған қамырымызға 2 қасықтан салып, пирожки жасайтын боламыз. Противеньді алдын ала майлап, пирожкиімді салып қойдым. Енді 10 минутқа бір көтерілгенше қоя тұрамыз. Пирожкиіміз көтерілді. Жұмыртқаның сарысына 2 ас қасық сүт қосып, үстіне жағып шығамыз. 180 градусқа 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Достар, мінекей пирожкиіміз пісті. Міндетті түрде осы рецептпен пісіріп көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағаныңыздар үшін көп рахмет. Сіздермен болған Гүлсезім.